Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгінгі бейне баян ана тілі газетіне 25 ақпанда шыққан «Халық оның шын аты» деген мақала негізінде жасалған. Мен бұл мақаланы алғаш оқыған кезде оның мазмұнын, мағынасын оқырмандарыма жеткізу туралы нақты шешімді ойымда қалдырдым. Өйткені Жамбыл Жабаев тек қана ақын емес, ол халықтың дауысы, ол халықтың өзі. Мақаланың атауының өзінде «Халық оның шын аты» деген терең мағына жатыр. Жамбылды халық ауыз әдебиетінің соңғы өкілі дейді. Ол өзіне дейінгі жыршы жыраулар өнегесін бойына сіңіріп, 20 ғасырға саф күйінде жеткізіп аманаттап кетті. Жамбыл жыршы, жамбыл жырау, жамбыл ақын. Бұл әрқайсының жеке-жеке зерделеуге болады. Сұраншы мен Өтеген батыр дастандарының өзі неге тұрады? Жамбылдың советтік билікті партияны жырлағаны туралы да түрлі пікірлер бар. 1936 жылы Мәскеудегі декадаға барып келгеннен кейін Жамбылға арнайы хатшылар тағайындалып, шығармаларын жазып алу тапсырылады. Әдебиет танушы Рафат Абдиғұловтың айтуынша, үйіне келген жазушылар Жамбылды қоршап алып, «Жаке, мынандай адам бар, коммунист бар, сол туралы айтыңыз» деп ортаға алатын көрінеді. Сонда Жамбыл: «Ей, сендер мені неге зорлайсыңдар? Сендер онан да менің өзімнің айтқандарымды жазып алмайсыңдар ма?» дейді. Жамбылдың өз айтқандарым дегеннен ақ, оның ішінде жатқан қаншама қазыналары өзімен бірге кеткен бе деген ойда келесің. Не болса да ауыз әдебиетінің соңғы өкілі Жамбыл Жабаев жазба әдебиетке де өзінің жыр алыбы деген атымен енді. Жамбыл мұралары әдебиетіміздің жауһар қазынасына айналады. Бұл мақаланың кішкене ғана бөлігі, қалғандарын өзіңіз оқып көріңіз. Ал енді бүгінгі күнде жүрген, әдебиет саласында жүрген жастардың Жамбыл туралы не дейтінін тыңдайық. Жамбыл есімі бала күнімнің күміс қоңырауындай ыстық әрі жақын. Жамбылмен танысу көшпелі қазақ пен қазақтың салт дәстүрімен аңызға айналған батырлармен танысу. Жамбыл жырында халқының арман аңсары өлеңге көшіп, өмір жалғаған, қуат шашқан дейді. Жамбыл деген жай атым, халық менің шын атым. Жай құйрығым, қанатым, Қазақстан, отаным деп парасаттың биігінде пәрменді жырлары жаңғырған қарт жырау жауынгерлік рухтың жаршысы да бола білді. Жамбылды жамбыл еткен ең алдымен өз халқының мол рухани мұрасы, оның бостандық, әділдік, теңдік жайлы ойлары да сол халық жырларымен ауысқан. Ақын мұрасының бағалығы да, өлместігі де сол халқына деген сүйіспеншілігінен, оған деген өшпес махаббатынан. Ұлы жырау халықтың ғасырлар бойы көкейінде жүрген арманын өлеңмен жеткізе білді. Сондықтан да Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы Жамбылға адалдық пен адамгершіліктің, әділеттік пен ізгіліктің алып жыршысы деген тарихи бағасын берді. Жамбыл бабамыздың ұлан теңіз шығармашылығының мұрасы, халқының шынайы өмірінің айнасы. Жамбыл өмірі ол халық өмірі, ұлт тарихымен тамырлас тамаша тағдыр. Жамбыл шығармашылығы ұлы дала елінің ұлағатты қазынасы.